Шымкент еліміздегі ең үлкен 3 қаланың бірі. Сондай-ақ ірі өнеркәсіптік және экономикалық орталық. Қаламыздың көне Ұлы Жібек жолында орналасуы және географиялық ыңғайлығы сауда мен бизнесті, мәдениетті өркендетуге үлкен мүмкіндіктер беруде. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Шымкенттің келешегі жарқын, жергілікті тұрғындардың 1/3 бөлігі жас буын өкілдері. Сондықтан шаһарды жастар қаласы деуге болады. Ерекше мәртебеге ие болған Шымкент еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуында айрықша рөл атқарады деп атап өтті. Біз миллионды мегаполис тұрғындарымен бірге сүйікті қаламыздың баянды болашағы үшін жұмыла жұмыс істейтін боламыз.